Так, сіздерге енді мен Dream Face бойынша көрсетейін алдындағы сабақтағы. Так, енді бұл жерде аватарды сөйлету бойынша Dream Face деп жазасыздар. Dream Face, потом одан кейін Dream Face'ті басасыздар. Так, дальше. Басқаннан кейін мына жерде жаңағы өте көп мүмкіндіктер тұр. Аватар видео, Dream аватар деп тұр, AI видео жасауға болады, AI image жасауға болады, транслейтер, подкаст жасауға болады, не көріп тұрғандарыңыздай. И жаңағы липсинг жасауға болады деген сияқты. Бізге керекті бұл жерде аватар видео. Бұған Google арқылы регистрация жасайсыздар. Мына жоғары жақта қазір басынан бастап көрсете салайын. Бұл Dream Face деген чисто жаңа бет әлпет қана қозғалады, болды. Так, бұл үшін осы логин деп басасыздар. И одан кейін жаңағы өздеріңіздің аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Google деп басып, сосын аккаунттарыңызды таңдап күтесіздер, кіреді сосын. И одан кейін осылай шығады. Аватар видеоға кіресіздер. Аватар видеоға кірген кезде сіздерде осылай тұрады. Мен пример ретінде көрсетейін, қалай болады. Dream Face'ті тек қана жаңағы бет әлпет қана қозғалады. Так. Не? Баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған Бұл яғни портрет вариантында жақсы. Егер тұрып тұрған болса, только беті ғана, басы ғана қозғалып тұрады. Face деген лицо ғой. Енді бұны қалай создавать етеміз? Қайтадан аватар видеоға кіреміз. Сосын мына жерде фотос и видеос деп тұрады. Сіздер бірінші плюсті басқан кезде сіздерге қандай фото загружать ету керек, соны көрсетеді. Сосын соны көргеннен кейін оккотит деп басасыздар да, қайтадан жаңағы плюсті басып, жаңағы картинкаларыңызды қоятын табасыздар. Мен бір любой картинка қоя салайын, мына жерде өте көп екен. Так, мына жерде бір картинка бар екен, мен аны қойдым. Тоже сондай картина. Қойылғаннан кейін күтеміз, осылай ойланады, міне шықты. Тура осындай картинканы тағы біреуін қойдым. И одан кейін, басқа да екен, одан кейін текст тұр, и аудио тұр. Текст қоятын болсақ, кішкене акцентпен шығады. Сондықтан текстті аудиоға айналдырып аласыздар. И одан кейін аудио деген вкладканы басып, мынаны басып, екіншісін таңдайсыздар, устройстводан деп. И сосын жаңағы аудиоларыңызды қоясыздар. И күтесіздер кішкене. Так. И одан кейін шыққаннан кейін генерейт деген кнопканы басу керек болады. Вот шықты. И одан кейін генерацияға жібересіздер. Кішкене күтесіздер. Алдыңызда 8 задание бар деп тұр. Генерация жасап болған соң шығады. И жаңағы сияқты мына жерден басып, бірінші басқан кезде жаңа дауыс шықпайды, соны звугын шығару керек. И одан кейін айтып кететін нәрсе, бұл жерде скачать ету үшін картинканың үстіне басқан кезде мынандай кнопка болады. Соны бір рет басасыздар, ол автоматически загрузка бөліміне түседі. Загрузка бөліміне түсті. Так, енді 2 задание қалды дейді. Шыққанын күтейік. Так, егер генерация жасай берсін, егер сіздерде жаңағы аудио загружать етіп жатқан кезде аудиоларың шықпай жатса, сіздер жаңа файлды барлығына деп, барлық файл деп өзгертулеріңіз керексіздер. Так, көрейік. Дауыс шықпай тұр мына жерде. Таңба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің Осылай тез жасасаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, астында комментарийға жазсаңыздар болады.